Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 3 сынып 28 сабақ. Жыл санау, яғни балалар уақыт. Бұнда бірінші тапсырмамыз мәтінді оқы делінген, яғни жыл басы ертегісі. Бұнда жыл басы ертегісінде әр жануар өзінің қандай адамдарға пайдалы екенін және олар арқылы қандай жақсы істер істелінетіндігі туралы өздерін айтып мақтанғаны берілген, яғни мәтінде. Бұл жағдайда, яғни түйені тышқан алдап, бірінші жыл басы болғандығы барлығы дерлік жазылған. Осы мәтінмен жұмыс жасау арқылы, яғни қазақша жыл 12 айдың атауын бірге рет-ретімен орындайтын боламыз. Мәтінге нақыл сөздерді ойластырып және әр жылды сипаттап айтатын боламыз.